Мир нағашы әжесі. Ол деп ойлаймын. Сәлем оқырман. Бүгін болса Ақбота мен Шерханның гендер патилары өткен болатын. Ұлды болатын болды, құттықтаймыз. Қанша адам жиналды, бірақ ең басты адам келмеді. Ол кім деп ойлайсаңыз, бұл Шерхан. Өзінің парақшасында қайырлы кеш, сұрар жатсыздар, бара алмаймын. Бәрі біз қалағандай бола бермейді. Жынысын білгіңіз келмей ма деп жатсыздар. Менің жүрегім ол сезет дейді Шерхан. Солай енді бәрімізде біліп тұрған шығармыз себебін. Бәріне сабырлық беріп, бәрі оңынан шешсін дегім келеді. Қандай қонақтар болды десеңіздер, көбі енді қатысушылар. Зухра, Бексұлтан, Альмира, Айда, Нұрдаулет, Хамо, Зиян тағы басқа. Ақбота ұл болсын деп көк көйлек киіп алған. Қызыл туфли қыз болсын деп. Болашақ балапанның дені сау болсын. Ал гендер патидің қызықты сәттерін салатын болатын. Және де әрине көрермендердің пікірлерімен. Бірақ әр нәрсенің орны бар ғой. Ана орны бөлек жан. Күйеудің орны да бөлек қой дегім келеді. Ешкімнің орнын ешкім баспайды. Жастықпен өздерінді алдамандар. Өздерінді ойламандар, өмірге келетін балапанды ойландар. Соны орнына қойған өкінішті. Адам тек өзім дей бермеу керек қой. Алламның өзі кешірімді болғанда, пенделер кешірмейтін кім деп ойлап отырмда. Кешірімді бол, жүрекпен бірге екенін халық біледі. Жақсы жаңалықтар көп болсын отбасыларыңызда. Иә, Шерхан жаман бала емес. Білмейміз ғой араларында не болғанын. Ақботаш та ақылды қыз, уақытқа салып кешіреді Боташ. Әкесіз баланы өсірмейді. Өзінің тағдырын Боташ баласына өзі сияқты әкесіз өсіруге бой алдырмайды. Татуласады да кешіреді. Бұл уақытша мәселе болсын бұл жұпқа. Екі жақтың ата-анасы Шерхан мен Ақботаны сол бір екі жасты қосса екен. Махаббат ең бастысы. Ақша да болады, байлық та болады.